Asil Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Осы апта сіздердің назарларыңызға әрбір мейрамдарда, туған күндерде дайындауға тұрарлық, уақыт үнемдейтін, жеңіл дайындалатын және есте ерекше дәмімен қалатын шоколадты тортты ұсынбақпын. Әдеттегідей процесті бисквиттен бастаймыз. Ол үшін жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырамыз. Массамыздың түрі және көлемі өзгеру керек. Және де массаны араластырған кезде мән беретін жағдай шекеріңіз жақсылап еру қажет. Шекеріміз әбден ерігеннен кейін, массамыздың түрі өзгергеннен кейін алдын ала ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сары майды жақсылап массаға енгізгеннен кейін, алдын ала дайындалған құрғақ ингредиенттеріміздің жартысын елегіштен өткізіп, массаға араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді массаға енгізгенде, видеода көрсетілгендей мұқият енгіземіз, яғни силикондық таяқшаның көмегімен массаны астынан төбеге қарай араластырамыз және екінші қолымызбен ыдысымызды айналдырып тұрамыз. Кезек лимон қосылған сүт қоспасында. Бұл қоспаны қалай жасау керектігін және қанша уақыт алатыны туралы осы видеоның астында жазып кетемін. Сүтті массамызға енгізу техникасы алдында көрсетілген, яғни сары майымызды және құрғақ ұнтақтарымызды енгізгендей тура бірдей, яғни астынан төбеге қарай және де екінші қолымызбен ыдысымызды айналдырып тұрамыз. Массамыз қалған құрғақ ингредиенттерді енгізуге дайын. Массамызға қосқаннан кейін қайтадан араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Сіздерге араластыру процесі, техникасы түсінірек болу үшін мен жәймендеп және ұзағынан көрсетіп жатырмын. Негізі дайындау барысында бұл процесс өте тез өтеді. Ең соңғы алдын ала дайындалған және суытылған кофемізді массамызға құямыз. Осымен ингредиенттер араласу процесін аяқтадық. Енді формамызға келейік. Мен осы жолы 20-ға 30 формасын қолдандым. Сіздер қаласаңыздар, домалақ форма қолдансаңыздар да болады. Бірақ ол кезде 2 немесе 3 форма қолданғанымыз дұрыс. Себебі осы ингредиенттерден көп мөлшерде бисквит қамыры шығады. Формамыздың астына майды жағып болғаннан кейін пергаментімізді жайғастырамыз. Егер де сіздер домалақ форма қолданатын болсаңыздар, жан жағына май жағудың қажет емес. Бірақ піскен кезде пышақпен өтіп шығуды ұмытпаңыздар. Бисквитіміз пеште болған уақытта кремімізді дайындаймыз. Ингредиенттерімізді араластырып, отқа қойып, ерігенге шейін отта, яғни орташа отта 10-15 минут ұстаймыз. Бисквитіміз де пісіп дайын болды. Видеодан да қаншалықты керемет, жұмсақ болып шыққаны көрініп тұр. Ал кезек кремде. Креміміз отта еріп, бүкіл ингредиенттер араласты. Енді осы массамызды 10-15 минут суыға қоямыз. Кремімізді бисквитке төкпестен бұрын өте маңызды мәселе, бисквитіңіз толығымен суы қажет. Суыған бисквитке кремімізді, яғни 10-15 минут бөлме температурасында тұрған кремімізді төгіп жайғастырамыз. Кремімізді жақсылап жайғастырамыз. Тортымыз осымен дайын, бар болған жұмыс осы ғана. Әрине сіздер туған күн болғаннан кейін әдемілеп әсемдесеңіздер де болады. Яғни ол үшін қою кілегейді ұрып алып, кондитерлік қорапшаға салып, әдемілеп әсемдесеңіз болады. Ол кезде сіз бұл тортты көп уақыт дайындаған эффекті жасай аласыз. Видеода байқап тұрғандай, мен тортты керемет үлкен бөліктерге бөлдім. Соның өзінде менде 12 дана шықты. Әрине сіз бұл бөліктерді кішірейтіп кессеңіз, 24 немесе одан да көп дана шығаруға болады. Яғни тортымыз тек қана дәмді әрі жеңіл ғана емес, сонымен қатар өте экономды болып келеді. Ал енді тортымыздың дәмін көрейік. Видеода байқап тұрғандай қараңыз, бисквитіміз өте жұмсақ, шоколадымыз да қатты қатпайды, яғни өз формасын ұстауымен қатар жеңіл бөлініп алынады. Әр сенбі каналыма жаңа рецепт жүктелетінін естеріңізге салып өтейін. Кездескенше күн жақсы болғай.